Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге бананның пайдасы мен зияны туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінде бананды білмейтін жан жоқ, күнделікті болмаса да пайдаланамыз. Бұл жағымды тәтті жеміс қана емес, денсаулыққа да пайдасы өте көп екен. Егер де сіздің қан қысымыңыз жоғары болатын болса, күнделікті дастархан мәзіріне осы тропикалық жемісті енгізіңіз. Дәрігерлер күніне 2 рет банан жеген қан қысымын төмендетіп, инсульттің дамуына кедергі болады деп айтады. Сондай-ақ күніне тек бір ғана бананды жесеңіз, артық салмақтан арылуға да болады екен. Бананның құрамында калий көп болғандықтан, жүректің бұлшық еттерінің жұмысы жақсара түседі. Банан экзотикалық жеміс, оны ұнатпайтын жан жоқ болар. Дәмі уыздай әрі асқазанға тоқ болып келеді. Пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Бананды десерт қылып беретіндер де көп. Одан торт, тәтті тағамдар жасайды, нан да пісіруге болады. Бұл жемістің пайдасы өте көп. Жемістің құрамында калий, фосфор, темір және В тобындағы витаминдер өте көп. Тәбетіңіз қашқан кезде және ұйқыңыз келмеген кезде, дене ісіген кезде дәл осы бананның пайдасы өте көп екен. Қан қысымыңыз жоғары болса және де баспамен, жүрек қан тамырлар ауруларымен ауыратын болсаңыз, дәл осы бананды көбірек жеуіңіз қажет. Және де бұл бананда есте сақтау қабілеті нашарлағанда және ұмытшақтық кезде жеген өте пайдалы екен. Бұл жемістің пайдалы жағы болса да, зиянды жағы да бар. Енді сіздерге зиянды жағын айта кетейін. Бүйрегі ауыратын адамдарға бананды көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс, ал бүйрекке ағзада судың жеткілікті болғаны қажет. Екінші жағдайда көк тамыры қабынған адамдарға да бананды аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзаға су азайып қалса, қан тамыры сусап, қоюланып кетеді. Содан қан айналымы нашарлауы мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да аз жеу керек. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс. Аз қорыту бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қыжылды көтеруі мүмкін. Үшінші кезекте диабетке шалдыққан адамдарда бананды жемегені жөн, себебі қандағы глюкоза көтеріп жіберуі мүмкін. Салмағы көп адамдарға да бананды аз-аздап жеген дұрыс. Бананның калориясы көп, онсыз да толық адамның одан әрі толуына себепші болады. Дәл осы бананның пайдасы өте мол. Сіздерге бірнеше пайдасымен бөлісе кетейін. Ең бірінші, банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофана деген зат бар, яғни бұл қуаныш гормоны деп аталады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде банан жегенде ешқандай гиперсезімталдық, яғни ешқандай аллергия көріністері бермейді екен. Бананның үшінші пайдасы сүйектерді қатайтады. Бананның арқасында ағзадағы кальций жинақталып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен сыртқа шығып кетеді. Ал егер сіз бананды көп жесеңіз, кальцийіңіз жинақталып, сүйектер қатая түседі екен. Төртінші пайдасы ішек микрофлорасын жақсартады. Бананның құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегідей қарағанда жылдамырақ сіңіреді. Бесіншіден, іш қату болдырмайды. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш болып табылады. Бананның алтыншы пайдасы асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға бірден-бір себеп. Жетінші пайдасына келсек, асқазан жарасы. Бананды жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзейді. Айта берсеңіз, бананның өте көп пайдасы бар, және де диарея кезінде өте көмектеседі. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Көп жүріп физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен шұғылданатын адамдардың бұлшық еттердің дірілін азайтатын екен. Бұдан да басқа бананның пайдасы өте көп, әсіресе әйелдер үшін энергия көзі болып табылады екен. Егер де сізге видео қызықты болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.